Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгін үй жағдайында өте дәмді және өте оңай дайындалатын донер жасаймыз. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті заттар: тауық еті, лаваш, қуырылған картоп, огурцы, помидор және кетчуп, майонез. Ең алдымен майонезіміз бен кетчубымызды жағып аламыз. Енді қуырылған етімізді саламыз. Картопымызды саламыз. Барлығын видеодағыдай үст-үстіне саламыз. Огурцымызды, помидорымызды. Тағы да кетчуп, майонезімізді жағамыз. Жақсылап орап, қызып тұрған табада 3-4 секунд қана жақсылап қыздырып аламыз. Мен осылай табада қыздырып аламын. Бізде донер дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Өте оңай және тез дайын болады. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет.